нөмірге саласыздар, чегін WhatsApp-қа жібере саласыздар. Айгүл С деген кісі алып достар, бізде 7 орын қалды. Сіз отқан кезде мына орынның бәрі бітіп кетпесін. 7 орын қалды. Так. Достар, лайк басайық. Бота Ж деген кісі салып достар, бізде 6 орын қалды. Хайырлы білім болсын достар. Кім салып жатыр, хайырлы білім болсын. 705 994 85 94 нөміріне салып, чекті осы WhatsApp-қа жібересіз. Болды. Сабақтың басынан бастап кім отыр достар? Эфир ұнады ма сіздерге? Эфир ұнады ма? 124 лайк деді. Кім мұнады? Плюс қойып кетеміз. Плюс. Ассаламағалейкум, қалайсыз? Жағдайларыңыз жақсы ма? Шаршамай жүрсіздер ма дейді. Уағалейкум ассалам, шаршамай жүрміз. Ұнады дейді, бақыт. Супер. Неге сабақты сатып алмай жатырсыз? Неге? Сұрақ бола ма? Неге алғыңыз кеп тұрған жоқ? Кім алмай жатыр? Кім алғысы келмей тұр? Болмаса ақша жоқ болып тұр. Неге? Арайлы ұнады дейді. Достар, лайкты басамыз. Достар, именно мына сабақ сіздердің өмірлеріңізді өзгертуге 100% көмектеседі. Бүгін соңғы күн. Кризис дейді. Тегін инсайттарға рахмет. Бек 10 мың теңге жоқ болып тұр ма? Қиын болып тұр ма? Тегін инсайттарға рахмет. Рахмет достар, пайдалы болсам қуаныштымын. Су тегін 10 мың. Я! Достар, бүгін 10 мың теңгеге беріп жатырмыз. Соңғы күн. Достар, лайк басып отырайық. 125 мың лайк болыпты. Рахмет. Қызық сабақ болды. Өте плодотворный болды сабақ. Күшті болды. Кім қатысты? Молодецсіздер. Достар, ред рассрочкамен де алып алғыды 10 мың теңге. Мөлдір И деген кісі салыпты. Достар, бізде бары жоғы 5 орын қалды. Не тема болды? Бүкіл тема болды ғой, короче. Қырғын шайқас болды ғой. Достар, бізде 5 орын қалды. Болыңыз сез. Көзіңіз бақырайып отыр емей. 705 994 85 94 нөмірге саласыз чекті. Саласыз чекті осы WhatsApp-қа жібере саласыздар. Болды. Қайрат М деп шығады. Ред рассрочкамен де алуға болады. Менің разборымды өзгертемін 100% жады. Егер де сіздің шынымен де өзгергіңіз келетін болса 100% өзгересіз. 100% өзгересіз. Достар, бұл сабақты менің келіншегім жүргізеді, ведущий ол. Біз екеуміз де психологпыз. Одан не өзгереді дейді Набира? Өте көп нәрсе. Мына сабақтың бәрінде өзгереді. Қатира Т деген кісі 5 мың теңге салды. Не үшін? Қатира ханым қалған толықтырайын тұрыспа түсінбей қалдым. Достар, эфирден кейін жаңа сабақ алған кісілердің барлығына мен чектерім. Жаңа алдында мен бір продаж аштым ғой. Сол кезде 10 шақты адам алып үлгерді. Одан кейінгі сабақта почему-то 5 адам алып үлгерді. 15 адам примерно алып тұр. Қазір мен эфир біткеніңе сразу жіберемін, окей, достар, лайк басамыз, көзіміз бақырайып отыра бермейміз, лайк басып бөлісіп отырамыз. Достар, мына сабақ кімдерге арналған? Бір айтып кетсең, сонымен эфирді бітірсек болады. Мына сабақ именно әке шешесімен отношениесі өзгеріп жатыр. Өзгермей жатқан әкесіне реніші, анасына реніші бар. Оларға бір ішінде кішкене кілтипаны бар адамдарға арналған мына сабақ. Екінші,
именно еркегіммен әйеліммен сөйлесе алмаймын, еркегіммен сөйлесе алмаймын, еркектің сөзін түсінбеймін, оған қалай айтсам болады, былай айтсам бола ма, былай айтсам бола ма, ол не айтсаны мен тыңдамайды деп жүрген адамдар бар ма? Мына сабақ сізге арналады. Одан кейін мен что-то еркек сияқты болып кеттім, менде женственность жоқ, мен уже еркек мужик сияқты болып бара жатырмын, бүкіл табыстың бәрін өзім табам, күйеуім ақша таппайды, мен табам ақшаның бәрін, қайтып еркекке беремін жауапкершілікті деп қиналып жүрген әйел бар ма? Мына сабақ сізге арналады. Одан кейін мен өзіммен қалай жұмыс жасау керекпін, қайда бару керекпін, не істеу керекпін деген адамдарға мына сабақ арналады. Қарыздан шыға алмай жатырмын, қарызға кіріп кете беремін дегендерге осы сабақ арналады. Болмаса мен ақшам жоқ, неге менде ақша жоқ, неге ақшадан қинала беремін, ақша мен үшін қиын келеді, ақша мен үшін биік жоғары да басқа қол жетпейтін жетеді деген кісілерге мына сабақ арналады. Окей. Достар, 5 орын қалды, ровно 35 кеткенше отырамын, эфирді бітіреміз. Окей ма? Картера 5 деген салдым. Жақсы. Достар, бізде ақша психологиясы деген сабақ бар, білесіздер ма? Ақша психологиясы. Ақша психологиясы деген сабақ. Қараңыздар. Бұл сабақтың ішінде не бар? Бұл енді сатылып жүрген сабақ, бірінші мақсат қою. Кімде кім мақсат қоя алмайды? Осы сабақты алсаңыздар, четкий мақсат қою сабақтары. Одан кейін қарыздан құтылу оңай. Үшінші, өзіңмен контракт деген бар. Тез жазған кезде жазбай қалдырам. Состояние сабағы. Одан кейін 99-да бір техникасы. Аллаға тапсыру. Ақша басқару. Деген сияқты осындай сабақтары бар. Қараңыздар. Мына ақша психологиясы сабағын. Қараңыз, бұл сабақта осы уақытқа дейін сатылып келген. Дәл қазір кім мына 10.000 теңгеге плюс 5.000 теңге салатын болсаңыздар, мына сабақты қосып алуға болады. Түсіндіре алдым ба? Достар, именно мына 10.000 теңгеге мына сабақты аласыздар, плюс 5.000 теңге қосқан адамға мына сабақты да, мына ақша психологиясы сабағында қосып алуға болады. Бұл жерде ақша басқару әрекетке арналған. Мына сабақты мен беремін, мына сабақты мен келіншегім береді. Мына психологиялық сабақ, мына әрекетке арналған сабақ. Екеуін 15.000 теңгеге алуға болады. Екеуінде алатын екен. Достар, бүгін соңғы, бұдан кейін бұл сабақтарды полностью алып тастаймыз. Бұл сабақтар болды, продажадан алған екен, бұл сабақ 3 жылдай жүрді. 3 жыл. 15.000 теңге. Екі курс. 15.000 теңге. Екеуінде алатын. Екеуінде алғанымыз, достар, бізде соңғы 5 орын қалды. Екі курста 15.000 теңгеге ала аласыздар. Достар, енді бұл скидка, реальный скидка жасап жатырмыз. Өйткені бұл сабақтар бұдан кейін болмайтын болған соң. Бұл сабақ 50.000-ға да, 100.000-ға да, 30.000 өшеді, 30.000-ға, 50.000-ға да алған кісілер бар. Сабағыңа тура берсін, ақша тауып алайық дейді. Сабағыңыз тура берсін. Жоқ, бақыт, ренжімеңіз. Дәл қазір ақшаңызды салып қалғанын брондауға болады. Екі сабақты 15.000 теңгеге ала аласыз. Екі курсты 15.000 теңге. Ал мына курстың бір өзіне 10.000 аласыз, қосымша 5.000 теңге қоссаңыз, мына сабақты да
аласыздар. Достар, 1 минуттан кейін эфирді бітіремін. 1 минуттан кейін эфирді бітіремін. 20 мың жасы деген 20 мыңға. Жоқ, 20 мыңға алдыңыз ба? Ол 50 мыңға да алған, 30 мыңға да алған. Бүгін соңғы күн болғаннан кейін 10 мың теңгеге болып тұр бұл сабақ. Ол 20 мың теңге, 50 мың теңге, 70 мың теңге әртүрлі уақыттар болды. Достар, жақсы. Менде кішкене ұйқым келді, уже 2:30 болып кетті. Давайте бір 2